Әділхан бауырымыз қамаққа алып отыр. Не себепті екені ешкімге әлі белгісіз. Қамады, экспертизаға апарды. И қазір қайттан ИВС-ке алып келді, хабар жоқ ешқандай. Біздің енді өзіміздің тұжырымымыз, ойымыз бойынша осы соңғы Аль-Фарабиде ДТП бойынша бір үлкен кісілердің атын айтты, ол жерде халыққа үлкен резонанс туғызып жіберді. Әділханды қай кезден бастап ұстадық, қандай ақпарат бар жатырсыз? Әділхан үйден сағат 9-ға қарай шығып кеткен болатын. Жұмысқа кетіп бара жатып, ертең жұмысын көп аяқтамаған шаруаларын көп еді деп үйден шықты. Қасындағы бірге жұмысты балаларға айтсам, ол департамент полициясы ұстап отыр дейді. Қалайша ол жаңа ғана кетті ғой, 1 сағат бұрын уже жұмыста отыр, жұмысын істеу керек деген. Сөйтсем уже оны қамап қойыпты сөйтіп. Маған кейін мындай бір ақпараттар жетті, Әділханды алдап шақырып алған дейді, алдыңғы іс бойынша. Жай ғана қол қойып кетесің деп шақырып. Бұл айтулар бойынша біз үйге келе жатқан кезде біреулер звондап жатты деді. ДТП бойынша қол қойып кетші Әділхан. Керек болып жатса срочно деп. Сосын бірақ түн ғой, түнде кім шақырады негізі? Біреудің ала жерден аттап атқан жоқ қой, біреуді ұрып атқан жоқ, біреуді соғып жатқан жоқ. Реально шындықты білгілеріңіз келе ме? Анау ДТП бойынша Аль-Фарабидің бойында 3 адам қайтыс болып кетті. Золотая молодежь дейді Алматыда. Кім оларды крышевать ететіндігі? Қарапайым адам болса за рулем, оларға заң бар, золотая молодежьға заң жоқ па? Мына депутат дұрыс айтады. Золотая молодежь, чиновниктің балалары. Бұл жерде Алматының полициясының бастығын емес, бұл жерде 102 и 120 дегендер бар, позывнойлары. Соларды алып тастау керек. 102 деген зампа службы департамент полицияның именно осы зикір екеуі 5 машина болып двойной сплошной қиып, подложный госномермен қалғандардың безгереңізге кетіп бара жатыр. Солар двойной сплошной қияды да достықпен уатанашыдан шығады да, на север төмен түседі, по Аль-Фараби разворот алады да, запад жүріп кетеді да, 250 км в час жарысқан скоростары. И 1 секундтың ішінде 3 адамның өмірін алып кетті. А оларды до этого ДПС спецбатальон тоқтатады. Тоқтатқан кезде тонировкамен тоқтатады, скоростьпен тоқтатады. Ішет, басқа звондайды, 120-ға звондайды, не болмаса 102-ге звондайды. 102 деген кім? 102 деген мына видеодағы адам. Мына спецназбен, арланмен тоқтатып тұр. Мына. Кто разрешил кататься деген кезде, вот этот человек разрешил кататься. Тыңдаңдар. Как? Узабаев Ержан? Правильно? Кто он такой, Узабаев Ержан, чтобы без прав или тонировкамен, или подложкамен, или шивап көлікті басқаруға рұқсат беретін? Кто он такой? Че, Алматыда заң жоқ па не? Че, Узабаев Ержан, и болмаса жаңағы 120 дейді, уаттың бастығы. Шумаев Сергей Сатаев деген кім ол? Ертең, че, спецбатальонда жүрген балаларды, линиядағы балаларды должностарына отстранить етсесіңдер да? 3-4 экипаж сол күні ночқа түскен. А че, и командир заводасы, басқалар. А че, кім разрешение береді, звондайды, саған, жіберіңдер, тоқтата, басқа деп айтады. Не үшін солар сендер наказать етпейсіңдер? Не үшін солар должностьны отстранить етпейсіңдер? Кто такой 120? Кто такой 102? Кто они такие заң бұзған адамға дәл осылай, жібер оны деп айтатын? Қараңдар, штрафын қараңдар, 102-нің өзінің водителі, 102-нің служебный автомашинасы, оның штрафын қараңдар. Подложный госномермен бір күнде 500 мың или миллион теңге штраф жинап отыр. Құрметті президент мырза, министр мырза, өздеріңіз араласпасаңыздар болмайды мына жерде. Подложкамен жүр, 5 адам ішіп шығады, двойной сплошной қият, подложкамен еще 3 адам сол қайтысып кетеді, олардың жарыстарын кесірінен.